балалар, бүгінгі сабағымыз тағы да бас әріппен басталып жазылатын сөздерге арналады. Және біз бәсіре деген мәтін оқитын боламыз. Бүгін сен осы сабақта мұғалімнің қалауымен мәтіннің сюжетті суреттің мазмұны бойынша сұрақтар қоясың, сұрақтарға жауап беретін боласың. Және көркем жазуды жалғастыратын боласың. Сосын бас әріппен басталып жазылатын сөздерді анықтауды жалғастыратын боласың. Саған сабақ беретін Гүлсина Жақсылық. Алдымен балалар шаттық шеңберіне шығып, арқамызға түрлі суреттер салып, көңіл көтеріп алайық. Я, қолымызбен, саусақтарымызбен. Сосын сұрақтарға жауап беріп көрейік. Сендер қазір 3 топқа бөлініңдер, сосын мына гүл кестелеріне, гүл күлтелеріне. Бірінші топ ай деген буыннан басталатын кісі аттарын жазады. Екінші топ гүл деген буыннан басталатын кісі аттарын жазады. Сосын үшінші топ қала аттарын жазады. Балалар жазған кезде бас әріппен жазуды ұмытпаңдар, иә? Мысалы, ай, гүл, ай, нұр, гүл, нар, гүл, зина деген сияқты. Бас әріппен жазуды ұмытпаңдар. Сосын мәтінді менімен бірге дауыстап оқып көріңдер. Бәсіре. 6 жасар аңсар атасымен қонаққа келді. Дастархан жайылып, қымыз құйылды. Аңсар мен Бекжан далаға ойнауға шықты. Бекжан жуас құнанды аңсарға көрсетті. Мынау қарағасқа құнан менің бәсірем. Кел, мін деді. Мен бұрын атқа мініп көргенім жоқ, деді аңсар. Онда маған мінгесіп ал, деді. Ол қарағасқаны тасқа жақын әкелді. Бекжан аңсарды құнанға мінгізді. Мінгізіпті, е? Бізге бұл мәтінді Әдібай Табылды аталарым жазған екен. Балар мәтіннің не туралы екен түсіндіңдер ме сендер? Мәтінде бәсіре деген сөз тұр. Бұл бәсіре деген ұл балаға берілетін құлын немесе бота. Әсіресе сендер нағашыларыңа барсаңдар, нағашыларың сендерге бәсіре береді. Бір малын атайды сендерге сыйлыққа береді. Соны бәсіре дейді. Ал құнан деген 2 жасар жылқының атауы. Енді еске түсіріңдер. Мә, аңсар қайда келді? Кімнің үйіне келді? Ол кіммен бірге ойнады? Бәсіре дегенді түсіндің бе? Енді осы мәтіннің ішінде бас әріппен жазылған сөздер бар. Олар неге бас әріппен жазылып тұр? Есіңе түсірші? Иә, өйткені үй хайуанаттарының атауын, жануарларға қойылған аттарды біз бас әріппен жазады екенбіз, иә? Мысалы үшін біз иттерге, күшіктерге Ақтөс, Мойнақ деп ат қоямыз, ал құлындарымызға Байшұбар деп ат қоямыз. Түрлі атауларды бас әріппен жазады екенбіз. Тамаша. Түсінікті болса, бәсіре деген не екенін тағы да толығырақ білу үшін мына сілтемеге кіріп, мына бейне жазбаны қарап шықсаң болады. Бұл сілтемені сен мұғаліміңмен ала аласың, немесе менен ала аласың. YouTube каналға да терсең шығады. Сосын балалар, бүгін бәсіре деген ән айтыңдар. Мына сілтемеге кірсең, бәсіре деген ән шығады. Ая мен Әлимен бірге ән айтып көріңдер. Ән айтып болған соң, құсбегі, бәсіре деген сөздерді көркемдеп жазамыз. Құсбегі деген құс өсіретін адамдардың атауы, ал бәсіре деген балаларға берілетін сый. Әсіресе бұл сыйлық мал, құнан, қолын, қозы, бота түрінде беріледі. Ірі-ірі сыйлықтар бәсіре дейді. Сосын жаңылтпашты тыңдап, алдымен оқып, сосын жазамыз. Айбар тай бақты, Мойнақ қой бақты деген жаңылтпашты көркем жазып болсақ, біз суреттерге қарап отырып, жануарлардың аты қандай әріппен басталып жазылып тұрғанына назар аударамыз. Мынау құлагер екен. Бұл атқа берілген атау қандай әріппен басталып тұр? Бас әріп пе, кіші әріп пе? Ал мынау сырттан деген иттің аты. Қандай әріппен басталып тұр? Ал мынау аймүйіз деген сиыр екен. Аймүйіз қай әріппен жазылған? Бас әріп пе, жоқ кіші әріп пе? Дұрыс айтасың.
жануарлар, үй жануарларына қойылған атаулар бас әріппен жазылатынын білдік, солай ма? Енді мына тапсырманы сен өзің орындап көр. Көп нүктелердің орнына тиісті сөзді қойып, сөйлемдерді қатесіз жазып, жазған сөйлемдеріңді мұғаліміңе немесе маған жолдасаң тексеріп береміз. Балалар, бұл жаттығуды жазатын кезде атауларды бас әріппен жазуды ұмытпаңдар. Сонымен сен бүгін барлық тапсырманы үлгеріп, түсініп жазған болсаң алтын сандық, жартылай орындасаң күміс, егер мүлдем орындамаған болсаң ағаш сандық бұйырады саған. Сен бүгін бәсіре деген мәтін оқыдың, бәсіренің не екенін білдің, және бас әріппен басталып жазылатын кісі аттары, жер су атаулары, жануарларға арнайы қойылған аттар бас әріппен жазылатынын білдің, солай ма? Балалар, сендерге сабақ берген Гүлсина Жақсылық. Сабақ түсінікті болса, комментарийге белгі қалдыруды ұмытпаңдар. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.